Сәлеметсіздер ме достар, біздің жасанды интеллектке байланысты тегін сабағымызға қош келдіңіздер. Енді мен жасанды интеллект деген не, бұл қандай жұмыс жасайды, біз өзіміздің саламызға байланысты жасанды интеллектті қалай пайдаланамыз, осыған байланысты мен барлығын әдемілеп түсіндіріп берейін, видеоны соңына дейін көріңіздер. Жалпы жасанды интеллект дегеніміз не? Бұл жасанды интеллект дегеніміз адамның жұмысын жеңілдететін интернеттегі робот көмекші. Яғни менің көмекшім, ол сіздің көмекшіңіз, бірақ қасымызда жүрген емес, бұл интернеттегі көмекші да, кәдімгі сайттар, боттар, приложениелер, программалар, жалпы телефонның ішінде, компьютердің ішінде қандай дүниелер бар, біздің жұмысымызды жеңілдететін осы дүниелердің барлығы жасанды интеллект болып саналады. Енді бұл жасанды интеллект деген негізі өте күрделі құралған құрылым, кәдімгідей математикалық формулалармен құралған. Бұның негізгі памяті дейміз ғой, басында несі, біз 1000 жыл оқып, 1000 жыл оның ішіндегі басындағы ақпаратты білем дегенше біздің 1000 жыл уақытымыз кетіп қалады деген. Енді 1000 жыл дегенде біз 1000 жыл өмір сүрмейміз ғой, мақұл, енді өмір сүрдік деген өзінде де басында үйренген нәрсені соңына қарай ұмытып қаламыз. Значит, біз ондай білімді жете алмаймыз да, ол жасанды интеллекттің білетін білімін. Мен өзім былай атап кеткен, бұны бір еркелетіп айтқан түрім ғой, енді ақсақал деген сияқты өте барлығын білетін, бүкіл интернетте не бар бүкілін білетін, қандай кітап, қандай өлеңдер, қандай ақпарат, қандай формула, барлығын білетін бір сондай бір мықты бір маман сияқты қалыптасып қалғанда мен үшін, сол үшін де оны мен сондай бір ақсақал деген сияқты атап кеткем. Сондай бір өте барлығын білетін интернеттегі сондай бір робот көмекші. Енді бұған бір мысал келтірейін. Әркім өзінің саласына қалай жұмыс жасайды. Жалпы мысал ретінде картаны да алсақ болады. Карта бар ғой, тугис картасы, кәдімгі телефондағы бір жерден екінші жерге баратын кезде картаны қосып қоямыз ғой. Оны да жасанды интеллекттің бірнеше бір бөлімдері қосылған. Қалай ол? Мысалы мен бір жерден екінші жерге баратын болсам, баяғыдай бір досыма звондап отырып, қайға бұрылайын, оңға бұрылайын ба, солға бұрылайын ба деп ақпаратты айтып отырмын да оған. Сразу мысалы мына жерге барам деп белгілесем, оңға бұрыл, солға бұрыл деп маған уже көмекші айтып отырады. Ол да жасанды интеллекттің негізінде жасалған. Яндекс такси, Яндекс доставка, олар да жасанды интеллекттің бірнеше алгоритмдері қосылған. Мысалы таксистер вокзалдың алдына барып такси деп клиент іздеп тұрғанға қарағанда, Яндекс таксиге кірсең, уже екінші жерге адреске апарсаң клиентті, уже саған Яндекстің ішіндегі қызметкерлер саған уже клиентті тауып беріп қояды. Көрдің бе? Сол сияқты қаншама дүниелер бар. Керек десең сұрақтарына жауап бере салатын. Сұраққа жауап береді дегеннің өзі өте үлкен деңгей бол. Ойлаңызшы, сіз кез келген сұрақ қоясыз, кез келген сұрақ, бухгалтерлік сұрақ қоясыз ба, басқа темада өзіңіздің сабағыңызға байланысты ма, сценарий десең сценарий жазып береді, киноға сценарий, мультфильмге сценарий, барлығын жазып бере алады. Видеоларыңды жіберсең, видеоларын көп түсірген кадрларыңды жіберсең, монтаждап бере салады саған четко қылып. Керек десеңіз сізге мультфильм жасап бере салатындар бар, тағы қандайлар көп қой, жалпы өте көп. Монтажға қатысты, сол неге қатысты, бухгалтерлік есептеріңді есептеп бере салатын, әркім өзінің саласына байланысты әр нәрсені жасап беретін, ән десең әніңді, текст десең текстіңді шығарып бере салатын сондай бір білгіш интернет деген сияқты ақпарат қой енді бұл. Бірақ интернетке біз мысалы Google-ға ақпаратты жазсақ, Google енді әркімнің жазған посттарын шығарып береді ғой, примерно соған байланысты. Ал бұл жерде нақты адаммен сөйлесіп отқан сияқты боласың. Нақты адаммен сөйлескен сияқты боласың. Значит, түсінуге болады, бұл жерде сіздің телефоныңыздың ішінде керек десеңіз Instagram бар ғой, Instagramның өзінде де жасанды интеллекттің кейбір алгоритмдері бар. Неге? Өйткені Instagramға мысалы кірсеңіз, сізге байланысты ақпараттарды шығарып береді. Мысалы, сіз не нәрсеге қызығасыз, сізге байланысты рекламалар шығады. YouTube-қа кірсеңіз, сіз қызығатын видеолар уже рекомендацияда тұрады мысалы. TikTok-қа кірсеңіз, сіз қандай адамсыз, оған байланысты видеолар шығып тұрады. Ол сізді танып тұр, сіз туралы біледі. Сондай мықты не да. Сол сияқты. Бірақ бұл жерде маған көп сұрақтар келген. Мен осындай саланың адамымын, мен мынандай жүргізушімін, мен мынандаймын. Маған жасанды интеллект керек па деген сияқты. Жасанды интеллекттің приложениелер, сайттары жалпы барлық адамға керек. Әр саланың өзінің бір сондай сайттары, приложениелері сондайлар бар. Барлық адамға керек. Керек десең жүргізушіге де керек, керек десең мұғалімге де керек, керек десең студентке де керек, керек десең басқа қандай саланың адамсыз, қандай мамансыз, жалпы адамбыз ғой енді. Адам болғаннан кейін барлық адамға керек. Ал енді сіздің салаңызға байланысты сөйлесейік. Сіз бір саланың мамансыз, мемлекеттік қызметкерсіз, мұғалім, дәрігер, заңгер деген сияқты жалпы басқа сала болса да, жалпы бір саланың мамансыз. Дәл осындай салаларға жасанды интеллект қалай көмектеседі? Сіз енді жаңа сол батырманы басқаннан кейін мен сіз туралы ақпарат бергім келіп жатыр. Жасанды интеллект жалпы түрлері өте көп, сайттар өте көп, приложениелер өте көп. Мен қазір бірнеше түріне тоқталып кетейін. Мысалы, бірінші ChatGPT-ден бастайын. Бұл ChatGPT дегенде енді көбісі біледі, бірақ дұрыс пайдаланбайды. Бұл жерде сұрақты дұрыс қою керек. Мысалы, мен мұғалім болсам, мұғалімге қатысты, отбасы тақырыбына қатысты ашық сабағыма
идея айтшы, сценарий тауып берші деп жазғанға қарағанда мен толықтырып жазғаным жақсырақ, әлдеқайда жақсы жауап береді. Ол жерде сосын сұрақ қойған кезде сұрақтың өзін андай өтініш, осындай менің өміріме байланысты болып тұр, мынандай болмаса мен жұмыстан шығып кетейін деп тұрмын, немесе рахмет деген сияқты, әр жауап берген сайын рахмет, сен болмаса сенің арқаңда осындай күшті нәрселер жасадым деген сияқты. Онымен әдемі, оның енді сезім мүшесі болмаса да, жалпы сондай бір жағынан, сезіну жағынан, басқа жағынан ба, енді жалпы робот болса да енді автоматтандырылып қойған ғой, енді өте жақсы қабылдайды. Мысалы, адам өміріне байланысты болып тұр, мен қазір осындай болмаса мен жұмыстан шығып кетейін деп тұрмын, осыны әдемілеп жауап берші десең, кәдімгі басқаша жауап береді. Оған арнайы тест жасалынған, қаншама эксперттер, қаншама бұл саланың мамандары. Сол үшін бұл жерде айтқым келіп тұрған нәрсе, сұрақ барынша нақты, әдемі қойылған дұрыс. Мысалы, мен мұғалім, қазір бірнеше салаға тоқталып кетем. Мұғалімге мысалы былай қойдым: сәлем, мен 1-4 сыныпқа қазақ тілінен сабақ беретін мұғаліммін. Сабақты қалай қызықты қылып өткізуге болады? Маған соның методикаларын жазып берші, мысалдармен қарапайым тілде түсіндіріп берші деген сияқты айттым. Негізі мен Google-ға жазатын болсам, басқаша бір ақпараттарды қуып кетеді. Негізі ол белгілі ғой, Google-ға жазсаң, әркімнің шығармаларын, әркімнің ақпараттарын береді. Сол жерде өзің құрастырып аласың. Ал мына жерде нақты сіз қалай сұрақ қойдыңыз, сізге жауап береді. Мысалы, ойындармен өткізіп, визуалды, осылай топтық жұмыстар, сюжеттермен, ән өлеңдермен жалпы осылай қызықты өткізсең болады деген сияқты. Ары қарай кетті. Тағы да 10 мысал берші дедім. Маған тағы да 10 мысал беріп тұр. Ары қарай әлемнің ең мықты мектептерінде балаларға қолданатын методикаларды жазып берші мысалдармен деп. Мысалы, критикалық ойлау, жобалық оқыту, гибридті оқыту, кәдімгі нақты, четкі ақпараттар беріп жатыр, қараңызшы. Астына қарай түсе береміз. Сұрақты ары қарай қиындатып сұрақ қоя берсең, қызық қылып та сұрақ қойып көрдім. Мысалы, былай да сұрақ қойдым жаңа: мен мұғаліммін, айлығым 250 мың теңге. Қандай жолдар арқылы мен айлығымды 500 мың теңгеге жеткізе аламын? Курс дайындап берші осы бойынша деген сияқты ақпарат бердім. Менің менторым болшы деген сияқты. Маған осындай ақпараттар берді. Онлайн сабақтарды беру, курстарды саған мақсат ретінде ақпараттар беріп жатыр. Влог, YouTube канал аш деген сияқты ақпараттар беріп жатыр. Коуч және менторлық бағдарлама, инвестициялау. Жалпы бірнеше түрлері өте көп. Мына жерде енді мен 500 мың теңге туралы ақпарат бердім. 500 мың теңге табу үшін, мысалы, сен бір сабағыңды 20 мың теңгеден бір 10 адамға сат деген сияқты ақпарат беріп жатыр да, нақты 500 мың теңге ғана. Мен миллион теңге десем, уже миллионға қатысты ақпарат берді. Астына қарай тағы да кеттік уже. Барлығын осылай тапсырмаларға бөліп мені тексеріп отыршы деген сияқты ақпараттар бердім. Маған тапсырмалар берді, жоспар бірінші аптаға осылай онлайн сабақ беру, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі деген сияқты әр аптаның әр күндеріне осылай жеке бөліп ақпарат беріп жатыр. Дальше ары қарай сұрақтар қоя бердім мысалы. Одан кейін тағы да ақпараттар берді, одан кейін тағы сұрақ қойдым, тағы да ақпараттар берді. Кәдімгідей сіз сұрақты барынша дұрыс қойған сайын методикаларға қатысты, БЖБ-ларға қатысты, немесе мына жерде былай да сұрақ қойған екенмін. Мысалы, сен маған қазір тапсырмалар беріп отырсың, енді соларды жасау үшін маған көмектесетін сайттарды, қосымшаларды жазып жіберші дедім. Маған көмектесетін сайттар, нелер туралы ақпарат берді. Zoom, Kahoot дегендер ойындар күшті өтеді, ойындарға, онлайн сабақтарға, курс семинарларға, Canva, Google Slides деген сияқты ақпараттар беріп жатыр. Мысалы, мен менторлыққа қатысты, контентке қатысты. Сіз сұрақты дұрыс қоя берген сайын ары қарай нақты жауап бере береді. Бұл жерде енді мысалы мұғалім болсаңыз, мұғалімді айта берейінші, қазір дәл ары қарай айтамын. Мұғалім мысалы, мен осындай тақырыпқа, осындай сыныпқа жазып бер десең, жасап береді. Кесте түрінде істеп бер десең, кесте түрінде жасап береді сізге. Нақты кесте қылып. Жалпы сұрақты сіз барынша қойған сайын ашық сабаққа идеяларыңызды компьютермен жасайтын бірнеше сағаттап отыратын жұмыстарыңыздың барлығын бірнеше минутта, секундта жасап береді. Жақсы, мұғалімдік бағыт кетті. Бухгалтерлік бағытқа қатысты мен жаңа мынандай бір қызықты сұрақтар қойдым. Тоже жақсылап көріп шығайық, қызық болсын. Мен бухгалтерлікке қатысты мынандай бір есептік сұрақ қойдым. Тамыз 2024 жылы компанияның табысы осындай 2 миллион осындай миллион болды, осынша процент болды, менеджерліге осынша кетті, офиске осынша кетті, жарнамаға осынша кетті деген сияқты ақпараттар болды. И оны мен мысалы сұрақты дұрыс қоймап едім, маған осылай шығарып бере салды. Ары қарай мен сұрақты дұрыс қойдым, уже кесте қылып жасап берші деп, маған уже кестемен шығарып берді, көрдіңіз ба? Кесте қылып процентпен есептеу деген негізі өте ұзақ уақыт қой, ерігіп отқан ешкім жоқ. Процентпен есептеп берген қарасаңызшы, қанша андай деген сияқты. Ары қарай уже кірістер мен шығыстарды есептеп берсе, маған кірістер 10%-ке өсті, былай деген сияқты ақпараттар беріп жатыр. Одан кейін біз қалай алдағы жарты жылдың ішінде табысымызды 3 есе арттыра аламыз, маған толық стратегия құрып берші деген сияқты ақпарат бердім. Маған осылай
әдемі мақсаттарды қойып берді. Мақсатты нақтылау, өнімді зерттеу, ары қарай клиенттерге ұсыныс деген сияқты. Ары қарай мен тағы да қызықтырдым оны. Маған күндерге, айларға бөліп істеп берсе, бірінші, екінші айда осылай жаса, үшінші айда осылай жаса деген сияқты ақпараттар беріп жатыр. Рахмет үлкен көрінеді. Рахмет деген сайын ол одан сайын жақсырақ шығарып береді. Рахмет, сен өте керемет ақпарат бердің. Немесе осылай да осылай менің неме қатты байланысты болып тұр, әдемілеп жазып берші деген сияқты сұрақты қоя берсеңіз, әдемілеп жазып береді. Мына жерге күнге бөліп шығарып беріңізші деп маған күнге бөліп жасап берді. Күнге бөліп сосын маған және де командама тапсырма берші дедім. Мінекей командама, бірінші сізге тапсырма осындай, екінші командаңызда SMM-дер, ол жаңағы клиенттермен байланысқа шығу үшін әлеуметтік желілерге белсенділікті арттыру жоспарларын дайындап берсін деген сияқты бәрін күнге бөліп жасап берді. Әдемі ғой, мен жалпы мен просто ары қарай басқаша бағытта бұрып жүрдім, мен кәсіптік бағытта өзімнің жұмысыма байланысты, жалпы бухгалтерлік темаларға да өте керемет екенім. Тағы да бір екеуін көрейін, мысалы заңгерлерге қатысты да мысалы мен андай бір сұрақ қойып көрдім, жаңа бір вообще қызық болсын. Енді мен заң жағынан ешнәрсе білмеймін, сіз де білмеуіңіз мүмкін. Заңгер бойынша маған қалай көмектесе аласыз дедім. Көмектесе аламын, осындай сұрақтарыңа байланысты деді. Келісімшарт бойынша қалай көмектесе аласың дедім. Осындай көмектесемін деген сияқты барлығын келісімшарт, тексеру бәрін істеп берді. Осылайша договорға қатысты ақпарат берді. Сосын мен сұрақты мынандай қылып қойдым. Бұл енді көпшілігіміздің басында болып жатқан жағдай шығар. Биттім. Менде 5 миллион теңге несие бар, яғни кредит бар. Қазір жұмыс жасап отырмын, бірақ ай сайын төлеуге мүмкіндігім болмай жүр. Коллекторлар күнде хабарласып мазамды алады, үйіме келіп қорқытады, заң бойынша мен не істей аламын деген сияқты сұрақ қойдым да, қызық қылып. Маған осылай жауап берді. Қараңызшы, компьютермен осылай құқықтық консультация, коллектормен жұмыс, ресми ары қарай осылай ақпарат беріп, соңында сіздің қауіпсіздігіңіз бірінші орында деп тұр. Значит, бұл жерде коллекторлар ондай қатты сіздің мазаңызды алуға, немесе қорқытуға ешқандай құқығы жоқ. Сосын мен ары қарай сұрақ қойдым. Бұл заңды бұзып тұр ма дедім, негізі жаңа коллектор. Иә, коллекторлар заңды бұзуы мүмкін, бірақ негізі мына жерде көрсетіп тұр. Қорқыту және де психологиялық қысым жасауға негізі болмайды, заңды шектеулер, хабарлама беру, анау шағым жасау деген сияқты. Ондай нәрселерді дұрыс жасауға олардың несі жоқ, құқығы жоқ. Сосын ары қарай мен сұрадым, нақты қай заңды бұзып тұр, менің коллекторым соны жазшы дедім. Уже мысалы қараңыз, заңның 5-ші бабының 3-ші тармағы бойынша осылай. Енді смело жауап бере беруге болатын шығар, уже коллекторлар звондаса. Сен мынандай бапты білесің бе, мынандай тармақты білесің бе деген сияқты. Жалпы енді өзіміздің құқығымызды қорғау үшін де, өзіміздің жалпы жұмысымызды жеңілдету үшін де өте керемет көрінді. Заңгерлер бағытта бұл жерде енді договорға қатысты. Мен осындай сабақ істеп жатырмын. Осыған маған договор жасап берші. Мен YouTube сабағын істеп жатырмын. Мен жасанды интеллект сабағын жасап жатырмын. Маған договор жасап берші десең, договорда жасап бере алады. Ары қарай ипіңді қойып, даныңды жасап деген сияқты жасай бересің. Дәрігерлерге де қатысты мына жерде сұрақ қойдым. Барлық енді сіздердің барлықтарыңызға енді ыңғайлы қылып сұрақтарды қойып жатырмын, бірақ енді мен жаңа қиындатып та сұрақтарды қойғам. Тіпті мен андай қылып та сұрақты қойдым. Мен мысалы, менің қасымда ешкім жоқ, мен операция жасайын деп жатырмын, менің ешқандай білімім жоқ, дәрігерлік білімім жоқ, қалай операция жасасам болады деп. Сондай да қиын сұрақты қойдым. Ондай кезде анау кәдімгі сабырлықпен четко жауап беріп жатыр ғой. Негізі ондай нәрсеге шешім қабылдамаңыз. Адамның өмірі негізі өте қауіпті. Бұл адамның өмірі біз үшін бірінші орында, операция жасамаңыз. Бірақ енді алғашқы көмек ретінде мындай нәрсе жаса деген сияқты ақпараттар беріп көрдім. Сондай күшті деңгейге келдім. Мына жерде енді мен аппендицит, ағанда тілім келмейді ғой, аппендицит ауруымен қазіргі таңда емделудемін. Тез жазылып кету үшін осылай қалай не істеу керек, бір айдан соң тойым болады деген сияқты сұрақ қойдым, соған ақпарат. Осылай маған жауап берді. Дәрігерлердің нұсқаулары, тамақтану, демалу, стресс, соңында қарасаңызшы, тойыңызға дейін жазылып кетуіңізге тілектеспін дейді. Сосын мен ары қарай тағы да сұрақ қойдым, мені күнделікті бақылап отыршы, соған жоспар құрып берші деген сияқты. Дұрыс тамақтану, дәрі-дәрмектерін дұрыс қабылда, демал, күніне 7-8 сағат ұйықтаңыз деген сияқты бәрін әдемілеп жасап берді. Негізгі бүгінгі жоспарым, мен дәрі-дәрмекті қабылдауым керек, тиісті тамақтануым керек, 10-15 минут серуендеуім керек деген сияқты барлығын әдемі жазып берді. Көрдіңіздер ғой, бұл жерде мен жалпы кез келген бір саланың мамандары өзіне қолдана алады. Бұл ChatGPT деген бір ғана түрі ғой енді бұл жерде. Бұл жерде мақұл сен дәрігер болсаң да, басқа болсаң да, бухгалтер болсаң да, одан басқа саланың, тіпті сен жүргізуші болсаң да, такси жүргізуші болсаң да, саған бұл ChatGPT-дің өзі де көмектесе алады. Бұл енді жанында бір серігің ғой, сенің досың, кез келген нәрсені жауап бере алатын. Кез келген нәрсе сенде де өмірде любой бір күн өте бір проблема болады, любой адамда, дұрыс па? Значит, ондай шешім сізге қабылдауға көмектеседі. Одан бөлек мақұл ChatGPT деген ол біздің
өмірімізді кәдімгідей жеңілдетеді. Ол түсінікті. Бұл өте ақылды адам, өте ақылды сондай бір маман десек те болады. Бұл бізге барлық адамға көмектеседі, түсінікті. Дальше тағы да бір приложение айта салайыншы. Мысалы, гамма деген бізде приложение бар. Бұл приложение тоже барлық адамға керек. Енді барлық адам болғанда енді презентациямен жұмыс жасайтын, сондай бір ғылыми жобаларды қорғаған кезде, мектепте мұғалімдер өзінің саласында, дәрігерлер өздерінің презентация қорғауы мүмкін, студенттер, оқушылар деген сияқты. Презентация жасауға арналған да жасанды интеллекттер. Бұл да біздің жұмысымызды кәдімгідей жеңілдетіп тұр. Мысалы, гамма ай кіріңізші, мысалы, гамма айға кіріп көрейік. Гамма айға кірдім. Бұл жерде қазақша да жасап береді. Бұл презентация бір қызығы, мен өзіме керекті тақырыбын ғана жазсам жеткілікті, ойлаңызшы, тақырыбын ғана жазсам, маған бірден уже жаңа не жасап береді, презентация жасап береді. Мысалы, ана жерде отбасыға қатысты мен жаңа презентация жасаған екем. Мысалы, отбасы тақырыбына қатысты маған презентация жасап бер дегем, и маған мына қараңыз, мынандай презентация жасап берді. 30 секундтың ішінде жасап берді. Өзі жазды, мен тақырыбын ғана жаздым, ары қарай ол ешнәрсе, ары қарай ішіндегі ақпараттың ешқайсысын берген жоқпын, бәрін өзі жазды. Көрдіңіз бе, бәрін жасап берген. Сол сияқты дәл ары қарай жасайтын болсам, осы жерге кіріп, міне create дегенді басам да, өзімнің тақырыбымды жазамын, тілімді таңдаймын. Мысалы, ағылшын емес, маған қазақ тілі керек деген сияқты, қазақ деген тілді таңдаймын осы жерден. Қазақ деген тіл қайдан айтып қалды? Міне, қазақ тілін таңдаймын. Тақырыпты жазсам, мысалы, қандай тақырып керек маған? Мысалы, ата-ана туралы дей салайыншы. Generate деген бастым. Кетті, уже маған примерно бөлімдерге бөліп берді. Маңыздылығы, міндеттері, құқықтары деген сияқты әртүрлі 8 страница деген сияқты 8 беттік. Енді осыны маған презентация жасап бер. Жалпағанда нелерді таңдаймыз, визуалдарын да таңдауға болады. Мына жерде қараңыздар, неше түрлі түстермен, түрлермен барлығын көрсетіп тұр. Көрдіңіз бе? Generate, давайте басқызайық. Кез келгенін таңдап өзі жасап берсін. Қандай түс жарасады деген сияқты. Бірнеше секундта қазір маған жасап береді. Міне өзі басталды бізде, қараңыздар. Ата-ана туралы. Өсуіне тікелей әсер ететін құндылығымыз. Олардың балаларға деп өміріне маңыздылығы. Бірінші презентация кетті, қараңыз. Бірінші беті слайдтың, екінші беті кетіп жатыр, үшінші бетіне жасалып жатыр. Көрдіңіз бе? 1, 2, 3 деп санап отырсаң, уже каждый санаған сайын уже бір страница шығарып жатыр, бір беттік. Көрдіңіздер, дәл осылай біз жұмысымызды әлде қайда жеңілдете аламыз. Бұл енді мен жалпы мамандарға айтып жатқан 1-2 түрін ғана айттым. Негізі өте көп. Сіздің жұмысыңызға, видеоларыңызға да байланысты, басқа да сіздің өміріңізді жеңілдетіп тастайтын, кәдімгідей сіздің кез келген бір ортада лидер болуға көмектесе алатын, жаңағы проекттеріңізді, ғылыми жобалар, бизнес проекттер жасап жатсаңыз, олардың сізге бизнес идеялар жазып беретін, ғылыми жобаларды диплом қорғап жатқан кезде оларға да көмектесіп жатқан қаншама жасанды интеллекттер бар. Жасанды интеллект негізі қазіргі заманның талабы, біз бұны меңгеруіміз керек. Мақұл, мен айтпасам да бұны алдағы уақытта басқа мамандар да айтады. Мақұл, сіз оны біліп жүруіңіз мүмкін, бірақ оны меңгермесеңіз, конкуренттеріңіз сіздің алдыңызға шығуы әбден мүмкін. Өйткені заман белгілі ғой. Заман оқығандардың заманы, значит, кім білім алып жатыр, солар алдыға жылжи береді. Бұл жерде бір орында тұру деген мүмкін ондай нәрсе жоқ. Сен не кері кетесің, алдыға жылжисың. Сол сияқты бізге барынша алдыға жылжу керек. Заман күннен күнге бір искусство интеллекттің сайттары, приложениялар шығып жатыр. Оның барлығын меңгеруіміз керек. Ал енді мен сіздерге қазір 1-2 түрін ғана көрсеттім. Негізі өте көп, жасанды интеллекттер, сайттар, приложениялар өте көп. Енді мен қазір сіздерге 1-2 түрін ғана айттым. Жалпы бұл сіздерге пайдалы екенін түсіндіңіздер. Енді мен сіздерді одан да арғы тағы да білім алғым келеді, одан да толық түсінгім келеді, ортамда лидер болғым келеді, конкуренттердің алдында болғым келеді дейтін болсаңыз, онда менің нейросмарт курсыма қатыссаңыздар болады. Егер сіз мына 4 типті осы 4 типтің қатарында болсаңыз, онда сізге менің курсым арналған. Қандай тип? Біріншісі, арнайы бір саланың мамандары. Кез келген бір саланың, жаңа айтқандай, мұғалім, дәрігер, заңгер, бухгалтер деген сияқты бір саланың маманы болсаңыздар, онда сізге арналған міндетті түрде. Екіншісі, студент, оқушы. Ойлаңыз, сіз енді өзіңіз ғана емес, сіздің бала-шағаларыңызға да білім беруге өте керемет мүмкіндік. Студенттерге, оқушыларға, олардың кәдімгі сабақтарын жеңілдету үшін, білімдерін арттыру үшін көмектесетін, олардың психологиясына көмектесетін өте керемет қаншама жасанды интеллекттер бар. Ғылыми жобаларын, дипломдық жұмыстарын, презентация, эссе жасауларын барлығын жеңілдетіп беретін. Үшіншісі, фрилансер.
мысалы мобилограф, таргетолог, SMM деген сияқты мамандар. Бұларға қалай көмектеседі? Бұлардың кәдімгі креативті идеялар беруге, маркетингтік керемет воронкалар, маркетингтік подписчик жинауға көмектесетін, просмотр жинауға көмектесетін, қаншама идеялар алуға көмектесетін қаншама жасанды интеллекттер бар. Сіздің ассистент керек десеңіз, ассистент болып жатсаңыз да, сіздің ассистенттер негізі не білу керек? Сізге ассистент болатын адамдар тауып береді атауы. SMM болсаңыз, сізге SMM болатын мамандар, сондай искусственный интеллекттер бар. Соның жұмыстарын көре отырып, сіз басқаларға ұсыныс жасай алсаңыз да болады. Көрдіңіз ба? Значит, фрилансерлерге өте керемет. Төртіншісі, жалпы табыс табу. Мақұл, сіз басқа саланың маманы болып та жалпы табыс тапсаңыз да болады, немесе үйде отырған ана болсаңыз да, декреттегі ана болсаңыз да, студент оқушы 60 жастан асқан кісілер де бізде сабақты оқыған, ойлаңызшы, 60 жастан асқан кісілер де оқып сабақта жұмыс жасап, қазір табыс тауып отыр. Инстаграмда барлық отзывтары, барлық ақпараттар бар. Бұл сабақтың өзі жалпы 10 жас пен 60 жастың аралығындағы барлық адамға түсінікті тілмен түсіндірілген. Қазір сабақтың өзі ақпарат түсінікті болды ма? Ары қарай одан сайын тереңінен ішіне кіреміз. Енді курстың ішіне не кіреді? Біріншісі 50 түрлі жасанды интеллект. Ойлаңыз, 50 түрлі. Бұл жерде бір-екі түрін ғана айттым, мына жақта 50 түрлі жасанды интеллект. Екіншісі, сабаққа доступ 1 жылға дейін. Ойлаңыз, 1 жылға дейін 12 ай кез келген күні болсын, түн болсын, кез келген уақытта сабақты көре бересіз. Үшіншіден, апта сайын біз жаңа сабақтар саламыз. Ол платформаға. Қазірдің өзінде 50 түрлі бар ма? Значит, сіз 1 жылға дейін қаншама сабақ салынатынын ойлаңыз. Мен жаңадан ақпарат шықты, мен сразу сол жаққа платформаға салып тастаймын. Жаңадан шыққан ақпараттардың барлығына доступ бар. Және де 1 жылға дейін кері байланыс. Ойлаңыз, 1 жылға дейін кері байланыс ешкім сізге бермейді. 1 айлық, 2 айлық қана кері байланыс болуы мүмкін. Және де бұның бағасы мүлдем сізді таңғалдыруы мүмкін. Сабақтың бағасы негізі 49.900. Оны қаншама инстаграмда айтып отырмын. 49.900 жалпы 50.000 теңге. Ал сіз дәл қазір 1 сағаттың ішінде төлем жасайтын болсаңыз, онда сізге 9.900 теңге. Өте керемет баға, өте ыңғайлы баға. Бұл енді қазіргі тегін ақпараттың өзі осыншама күшті білім болып жатса, әлі ары қарай ақылы ақпараттарында ол одан да қызықты, одан да тереңнен ішіне кіреміз. Жалпы бағасы 9.900 теңге. Сабаққа қатысам десеңіз, төменде описанияда сілтеме бар, WhatsApp-тың сілтемесі. Үстін бассаңыз, сол жақтан менеджермен байланысасыз. 9.900 теңге деп жазсаңыз, сізге реквизит жібереді. Сол төлемді жазсаңыз, сабаққа бірден қосыласыз. Ал олай болса, сабақта кездескенше.